Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жалғасбай Нұрдәулет. Жаңаөзен қаласы номері 6 жалпы білім беретін мектептен келіп отырмын. Менің жасайын деп отырған бизнес жобам сасық қурайдың пайдасы. Жалпы кәсіптің атауымыз біздің Green Roots деп аталады. Бізде кез келген кәсіптің өзінің жоспары болады. Біз өз жоспарымызға негізделген 4 пунктты алған болатынбыз. Бізде бірінші кәсібіміздің жобаның мақсаты, екінші жобамыздың міндеті, үшінші жобамыздың маңыздылығы және де төртіншісі өзектілігі болып келеді. Әрқайсысына тоқталып өтетін болсам, жалпы сасық қурайды пайдалану негізінде табиғи және экологиялық өнімдерді шығару, оның емдік қасиеттерін насихаттау және де адамдардың денсаулығын қорғауға үлес қосу болып келеді. Екінші пунктқа тоқталып өтетін болса, бізде жобамыздың міндеті сасық қурайдың емдік қасиеттерін толық ғылыми тұрғыда зерттеп, оны халықтық медицинада қолдануға мүмкіндік беретін өнімдерді шығару және де бұл табиғи және экологиялық таза өнімдердің нарығын арттырып, ол арқылы адамдардың денсаулығын жақсарту арқылы және де адамдардың санасына экологиялық таза өнімдер қолдану деген сананы қалыптастыру болып келеді. Үшінші пункт жобамыздың маңызы. Сасық қурайдың емдік қасиеттерін пайдалану негізінде алынған бизнес жобамыз, жалпы осы жобаның құру маңызы бізде экологиялық таза өнімдердің нарығын арттыру және де халықтың денсаулығын жақсартуға және де дәстүрлі медицина мен заманауи фармацевттер арасындағы байланысын нығайтуға бағытталған болатын. Бұл жоба сасық қурайдың табиғи және тиімді емдік қасиеттерін ғылыми тұрғыда толық зерттеп, оны жаңа өнімдер өндірісіне енгізу арқылы халық пайдалана алатын экологиялық таза әрі тиімді шешімдер ұсынуға мүмкіндік береді. Жалпы өзектілігі біздің жобамыздың сасық қурайдың емдік қасиеттерін пайдалану негізінде алынған бизнес жобамыз, ол экономикалық даму үшін өзекті және маңызды проблема болып келеді. Экологиялық таза өнімдер өндірісі, ауыл шаруашылығын дамыту, денсаулық саласын жақсарту деген сияқты және тағы да басқа нәрселерді қолдау арқылы бұл жоба экономиканың дамуына ықпал ететін болады. Сонымен қатар экологиялық жауапкершілікті арттырып, халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған қадамдар елдің әлеуметтік және экономикалық жағдайын нығайтуға өз әсерін тигізетін болады. Жалпы біздің жобамыздың, яғни кәсібіміздің атауына және де логотипіне тоқталып өтетін болсақ, біздің жобамыздың жалпы атауы Green Roots, жасыл түбірлер деген мағынада табиғатқа жақын және де табиғи өнімдерді ұсыну деген мағынаны береді. Ал біз логотипімізге көзге қарайтын болсақ, логотиптің жалпы бізде мазмұны өсімдік тамырлары жердің астына жайылып жатыр. Бұл жалпы табиғаттың түп тамырын және экологиялық таза өнімдерді білдіреді. Жалпы өсімдіктің элементтері бізде ашық жасыл және де қара жасыл түстермен боялған. Ал біз жер элементтеріне қара немесе қоңыр түстерді алуымызға болады. Жалпы жасыл түс табиғатпен, балғындылықпен және үйлесімділікпен өте жақсы үйлеседі. Бұл көбінесе тыныштық пен тыныштық сезімін көп білдіреді. Және де психологиялық тұрғыдан жасыл түс сенімділік, тұрақтылық, қауіпсіздік сияқты қасиеттерді сезіндіреді. Сонымен қатар жалпы жасыл түс көбінесе өсу және дамумен өте қатты байланысты болып келеді. Жалпы біз кәсіп ашып жатқан кәсібіміздің басты өнімі ол сасық қурай болып келеді. Сасық қурай туралы кішкене мағлұмат айтып кететін болсам, жалпы сасық қурай Маңғыстау өңірінде өсетін табиғат өсімдік болып келеді. Бұл өсімдік әсіресе құрғақ жерлерде және де өзендер мен бұлақтардың маңында көп өседі. Жалпы бұл өсімдіктің Маңғыстау өңірінде өсуіне табиғаттың да жалпы әсері бар. Себебі осы сасық қурай өсімдігі жалпы айтып өткендей құрғақ жерлерде өте жақсы өзін ұстай алады. Ал өздеріңіз білетіндей Маңғыстау өңірі бізде жалпы құрғақ мекен болып келеді. Жалпы сасық қурайдың халық медицинасында қолдануы өте көп. Және де оның біреуін айтып кететін болсам, бұл жөтелді басу. Халық арасында сасық қурайдың тұнбалары мен атырлары жөтелмен және де тыныс алу жолдарын ашуға өте жақсы көмектеседі. Және де оның антисептикалық және қабынуға қарсы қасиеттері тыныс алу жолдарын тыныштандыруға көмектесетін болады. Жалпы біз осы кәсіп ашарда біз нарық, яғни орысша айтқанда рынок зерттеген болатынбыз. Сасық қурай емдік қасиеттері көптеген ғасырлар бойы белгілі болған. Жалпы халық медицинасында бұл өсімдік қабынуға қарсы және де тыныс алу жолдарын ашуға
және жақсартатын қасиеттермен өте көп қолданылған болатын. Сасық қурайдың емдік қасиеттері кеңінен танылмаған, бірақ оның экологиялық және табиғи өнімді, яғни қасиеттері экологиялық таза және емдік өнімдер өндірісі үшін өте тиімді материал болып табылады. Жалпы бізде осы нарығымыздың анализі, экологиялық тенденция, қазіргі уақытта табиғи өнімдер мен экологиялық таза шешімдерге сұраныс өте көп артуда. Және де халық арасында синтетикалық дәрі-дәрмектің орнына осы табиғи дәрілерді қолдануға деген қызығушылық өте жақсы артып келеді. Жалпы бізде денсаулыққа бет бұру, халық арасында денсаулыққа қамқорлық жасау және табиғи тәсілдерді қолдануға қолданушылық жоғары. Бәсекелестік, жалпы табиғи өсімдіктермен жұмыс істейтін кәсіпорындар өте көп емес. Оның ішінде әсіресе осы сасық қураймен арнайы айналысатын кәсіпорындар өте қатты сирек кездеседі. Әрине жоқ демеймін, бірақ оларды табу өте қиын болып келеді. Жалпы бізде осы Green Roots табиғи сасық қурайдан жасалған емдік өнімдерін шығаруға бағытталған. Жалпы өнімдердің бірнеше бағытта ұсынылатын болады. Оның әрқайсысына тоқталатын болсам, жалпы біреуін айтып кетейін, яғни оның арасынан біз сабынды алайын. Сабын жалпы құрамында сасық қурай бар сабын, тері күтіміне арналған және де аллергиялық ауруларға өте жақсы пайдалы болып келеді. Жалпы бұл жаңағы айтып өткендей біздің жасалған өнімдеріміз, әрқайсысын көрсететін болсам, бізде бұл сасық қурайдан жасалған тұнба. Мінекей, сасық қурайдан жасалған тұнба осындай болады. Және де келесісі бізде сасық қурайдан жасалған сабын. Бізде сасық қурайдан жасалған сабын осындай болады. Жалпы бізде шикізат жинау, жалпы бізде өндіріс процесі табиғи және экологиялық таза әдістермен жүзеге асатын болады. Жалпы шикізат жинау және де өңдеу, қаптама осылар болып келеді. Жалпы бізде маркетинг және сату стратегиясы, бізде нысаналы аудиторияларымыз ол экологиялық таза өнімдерге және қызығатын тұтынушылар. Маркетинг стратегиясы әлеуметтік желілер, әсер етушілермен жұмыс және де жарнамалық акциялар болып келеді. Жаңағы әлеуметтік желілер, Instagram, TikTok деген сияқты сату арналары, онлайн дүкендер және де табиғи өнімдер сататын платформалар және де дәріханалар, сосын сауықтыру орталықтары болып келеді. Жалпы қаржылық жоспар бізде бастапқы инвестициялар, ол шикізат жинау және де өндіріс үшін қажетті жабдықтар және де қаптама және логистика шығындары. Ал қаржылық есептеу бойынша ол өндіріс шығындары, маркетинг шығындары және де табыс көзі. Оларға шикізат және құрал жабдықтар және де жалпы еңбек ақы, әлеуметтік желілердегі мазмұн және де өнімдерді сату арқылы пайда. Күтілетін пайда жыл сайынғы сатылымдардың өсуі және де тұрақты тұтынушылардың базасын құру және экологиялық таза өнімдерге сұраныстың артуы болып келеді. Бізде келесі керекті маман иелері, есепші және де қаржыгерге жалпы 3 маман, биотехнолог және де химиктерге тағы да 6 маман, маркетолог және сату менеджерлеріне 6 маман, агрономға 3 маман, өндірістік инженер және қойма мамандарына 5 маман керек болады. Жалпы бізде барлық мамандар ол 25 адамды құрайтын болады. Бізде келесісі, жалпы жоба бастау үшін қажетті бастапқы капитал мөлшері төмендегідей шығындарды қамтиды. Жалпы бізде осы жалпы керек шығын бастапқы капиталға 8.800.000 теңгені құрайтын болады. Бізде ай сайынғы жұмыс істеп тұрған кездегі шығындар ол жалпы 1.450.000 теңгені құрайтын болады. Және де күтілетін табыс бізде жалпы ай сайынғы табыс ол 1.600.000 теңге бізде күтілетін болады. Жалпы осы жобаның жалпы жыл сайынғы біздің жылдық таза пайдамыз ол 1.800.000 теңгені құрайтын болады. Бізде жалпы осы жобаны алғанымызға қорытынды, сасық қурайдың емдік қасиеттерін пайдалану негізінде құрылған бизнес жобамыз бізде экологиялық таза өнімдерді шығару мен денсаулық сақтау саласындағы жалпы сасық қурайдың емдік қасиеттерін пайдалану негізінде құрылатын бизнес жоба экологиялық таза өнімдер шығару мен денсаулық сақтау саласындағы жаңа шешімдер ұсынуға үлкен мүмкіндік береді. Бұл жоба табиғи емдік өнімдерді нарыққа шығару арқылы денсаулықты жақсарту және де экологиялық білім беру және де адамдардың денсаулығына қамқорлық көрсету ісіне ықпал ететін болады. Сонымен қатар экология мен экономиканы біріктіре отырып, тұрақты даму мен инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы бизнестің табыстылығын арттыруға болады. Жалпы біз бұл зауытымыздың макеті болып келеді.
бұл біздің зауытымыз. Бұл жерде жылыжай, яғни сасық қурай өсімдігін өсіретін жылыжайымыз. Ал бұл біздің жаңағы осы өнімдерді шығаратын заводымыз болып келеді. Ал айналасы бізде өсімдіктермен қапталған, яғни таза ауа жаңағы сасық қурай өсімдігіне өте жақсы керек болады. Және де бізде күннен энергия алатын прожекторлар, жарыққа әрқашанда жалпы бізде күн, яғни жарық керек болады. Осы біздің макетіміз.